Баршаға сәлем, қалдарыңыз қалай? Кешегі видеода айтқанымдай, күйеуімнің сыйлығын осы видеоның соңында көрсететін боламын. Ең алдымен шайымызды ішіп алдық, завтрагымыз, одан кейін балалармен ойнап отырып, кішкене шулап кетті. Балалар деген сабыр, өзің өзің туғансың деп қоямын ішімнен. Содан кейін посудамды жуып тұрғам ғой. СМС келеді. Сөйтсем, бүгін пособие түсетін күн екен ғой. Маған пособие 2 айдың пособиясы түскен ғой. Ма деп қуанып кеттім да балдарының беттерінен бір сүйіп алдым да, не қалайсыңдар, не алып берейін деп бірден добрая болып кеткен соң ғой. Осылардың арқасында ғой түсіп жатқан пособие деп ше. Содан айтқандарын алып келейін деп магазинге қарай шықтым. Мороженое, анау-мынау пытқы-сытқы айтатындар. Сосын кешкеге донер істейін деп лаваш алып алдым, балалардың заказдарын алдым. Сөйтіп есікті ашып кіріп қалсам, күтіп тұр ғой үшеуі деген. Сосын беретіндерін беріп бөліп тастадым да 5 минуттың ішінде жоқ жеп тастады ғой бірден. Содан Әмір екеуміз тамақты бастап кеттік. Кешкеге пюре және де донер істейтін болдым. Осылай Әмір енді бұл тамақты өліп жақсы көреді, сондықтан маған көмектесіп, қасымда жағаласып жүр ғой. Сосын осындай Каспийден алған нем бар ғой, пештің атын білмеймін не деп айтатын, сонымен күштілетіп қытырлатып осылай сарғайтып істеп алдым. Сосын күшті настроениемен күйеуімді осылай билеп күтіп алдым. Қазіргі трендте болып жатқан өлең білмеймін басталды, бірдеңе мейкап деп айтып сол өлеңмен билеп күтіп алдым. Біз трендтен қалмайық деп. Ал мынау менің күйеуімнің сыйлығы. Негізі мен өзім сұраған жоқпын. Өткен жылы маған 2 жыл алдын iPhone 12 алып берген болатын. Енді осы жолы iPhone 14 алып берді.